Так, бауырлар, рестайлинг Kia K5 негізі қара түс болған, осындай қызыл наклейка жапсырған ғой. Наклейкада қатты қызыл емес. Енді состояниесі өте мықты екен. Жұлатын варианттардың бірі. Қараңыздаршы, айналдырып түсіріп берейін. В общем, суппорттарына Brembo'ның тыққан, Brembo'ның оригинал суппорттарын қойған, титанкасын ауыстырған, карбоновый наклейкалар жапсырған, спойлер қойған и выхлоп салған. Выхлоп енді тамаша выхлоп. Камера передний, боковой камералар қойған осындай. Так, суппорт бізде Brembo'ның емес екен, қателесіп тұрмын. Brembo'ның суппорт емес, но жақсы қызыл суппорттар қойған. Рестайлинговый Kia K5 передний осы мына жағында крылосында ғана вторичка көрсетіп тұр. 5 шпаклевки. Капотын ашып көрсетейін газ 2014. И сиденьяларын бәрі тіктірген ғой. Осындай ромбиковый әдемі сиденье тіктірген. Газ артын ашып көрсетейін. Задний рядтарында. Енді автокөлік көрініп тұр. Негізі қара түс. Наклейканы алуға жалко сияқты, выхлоп қараңыздар. Осындай әдемі выхлоп қойған. Дауысы да тамаша шығады. Заводской поликтері бар. Артында заводской шешілген нәрселер жоқ, болттар бәрі целый. Титанкілердің состояниесі өте мықты. Осындай задний оң жағында подогревтер бар, подстаканниктер бар. Жылатын вариант қой, для себя алып, айдап жүргенге өте мықты енді көлік. Капотын ашып қойдым. Капотасына 2 литр бензиновый двигатель, CVL мотор ғой. Кәдімгі обычный бізде CVL мотор. Так, болттар шешілмеген, капот, крыло, чаша болттары бәрі заводской штамппенен тұр, заводской стикермен тұр. Қараңыздар. Крыло ешқайсы шешілмеген, бауырлар. Состояниесі өте мықты. Светодиод, передний партроник камералары бар. Линзовый оптикамен LED фарасы бар. И мынау решеткасын ауыстырған ғой. Рестайлинг деген 2015-16-тағы болатын решеткалар ғой. Бесключевой повторитель бар, плавающий сиденье бар. Бәрі істеп тұр. Полный электропакет, бензобак, багажный кнопкалары, пуш-старт, кожаный әдемі руль. Мұнда да қызыл наклейкамен глянцевый драйв мод, круиз контроліміз бар, голосовой адаптациямыз бар. Антизанос, выхлопты өшіріп қоса бересіздер. Подогрев руль, антизанос, коррекциямыз бар, потолок мата, видеорегистратор, алдында артында мультимедиямыз бар. Жақтар мәні тамаша екен. Климат контроль, подогрев сиденьяларымыз, подстаканник, подлокотник, комплекті 2 кілт, рульдің чехолы да қызыл екен, кітапша барлығы тұр.